Біздің өмірде генетикада қыз болмаған. Серьезно айтамын, вообще. Үйленемін, аяғын ауыр болады деп сөйтіп жүрген түгіміз. Даяшы болып жұмыс істедім бір кафеде. Сол жерге келген, сол жерден бастап таныстық екеуміз. Сосын өзіне хабарластым. Осылай менің аяғым ауыр деп. Сосын айтты, алдырып таста, керек жоқ маған деп. Сонымен бүкіл жерден мені тығып тастады, мен оған шыға алмай қалдым. Дархан екеуміз жерге зерттеп өскен ба. Дарейдің білетін білмейтінін біледі, по-моему, менің ойымша. Дарханны біз соққа берген кезде Дархан атында еш нәрсе жоқ. Бәрін әйелінің атына өсіріп тастаған. Мен айтамын да, сен маған ешқандай енді керек та жоқ, өзің де жүрсің. Просто сен қызға келіп көмектесіп тұр, жағдайы қалай сұрап тұр. Бәрібір шыны керек оларға. Дарханға да ағасына да ұқсайды Айша. Айша дейді. Енді әкесі ғой.